Шариғатымызда, исламда бала асырап алудың үкімі қандай? Жалпы бала асырап алу шариғатымызда тыйым салынбаған. Бұл енді бірінші оның асырап алудың екі түрлі жолы бар дейді ғалымдарымыз. Бірінші кәфәла дейді, кепілдікпен, яғни қамқорлыққа алу баланы. Қамқорлыққа алуда Құранда Алла тағала айтады: "Ясалунка анил ятама", сенен жетімдер жайлы сұрайды дейді. "Қул ислаху лахум хайр", олар жетімдерге ізгілік жасау ол қайырлы іс дейді. Егер де сендер өздерімен олардың малдарын олармен бірге аралассаңдар, онда ол сендердің бауырларың деп Алла тағала Құранда айтады. Және де Алла тағала бұзушы мен түзетушіні біледі дейді. Яғни бұл жерде асырап алу ол толық бала болып есептелмейді, асырап алған күннің өзінде де. Бұл жерде енді шариғат бойынша қандай мәселе туындайды? Егер де бала асырап алған болса, пайғамбарымыз хадисінде айтады, жетімді асыраудың ана уа кафил ятим фил джаннати хаказа ашара бис-сабабати ва уста. Жетімді кепілдігіне алған, оны қамқорлық қылған адам жұмақта екеуміз осылай бірге боламыз деп екі саусағын біріктіріп айтқан екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сосын жетімді асырау, оған қамқорлық қылу өте үлкен сауапты іс. Бұл жерде білу керек болған нәрсе, жетімді асырағанда егер де ол ұлы бала болса, балиғатқа толғаннан кейін ол жаңағы асырап алған әйел оған намахрам болып есептеледі. Сол себептен балиғатқа толған кезде оның алдында жабық жүру керек болады. Ал егер де қыз бала болған болса, онда күйеуі, яғни оны асырап алған әке батқан кезде, қыз бойжеткен кезде қыз оның алдында орамал тағып жабық жүру керек болады. Сондай мәселе. Бұның жолдың шешімі бар. Егер де 2 жасқа жетпеген баланы асырап алатын болса, сол әйел оны емізсе, онда оған сүт анасы болады, ал күйеуі сүт әкесі болады. Егер де сүт жоқ болған болса, онда күйеуі өзінің аға, қарындас әпкелерінің емізсе болады, болмаса жеңгелеріне, келіндеріне емізсе, өзінің аға бауырларының әйелдеріне емізсе, сол кезде ол сүт бауыр болып қалады. Болмаса әйелі өзінің әпкесі сіңлілеріне емізсе, сол кезде оған сүт бала болып қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар: тек жолмен туыс болған адам емізу жолмен де туыс болады дейді. Сол себептен осы жолды қолданса, әлбетте ол екеуі қыз ретінде, бала ретінде болып қалады. Әлбетте Құранда Алла тағала айтады: олардың өздерінің әкесімен атаңдар дейді. Сол себептен ол асырап алған бола болса да, оған өзінің ата бабасын, өзінің әке шешесін аталу керек, өзінің тегімен аталу керек. Бұл жерде тек сақтау. Өйткені бізде әлбетте исламның келген шариғат мақсаттарының 5 мақсатының біреуі ол тек сақтау. Әр адам өзінің тегін білу керек, тексіздікке алып бармау үшін, және де жақын туғандардың арасында неке болып кетпеу үшін.